Осындай балам сыр көздеген дәрежеге дейін сақтай көр. Менің балам ақылды, дана, иманды жүрегі бар. Және дәрежеден сақтап, Құдай қаласа келесі жылға келінgesін дейді. Сыр көз дәрежеден сақтай көр. Кім айтты менің балам жап? Короче, бағанағы видеоға мамамның жаңағыдай алас табатынына біреулер жазып жатты да, типа бұл ширк қой, болмаса Аллаға серік қосу, адыраспанға ешқашан да типа табынба деген сияқты ше. Ондай мақсатта емес, жалпы анамның сөзі тұр сол жерде. Құдай сені бәле жаладан сақтасын деген сияқты. Ал жаңағыдай адыраспанның темасы ол жай ғана микробтарды өлтіруге, жолымды тазартуға деген сияқты ғой, типа бәле жаладан аулақ болсын деген сол мағынада деп ойлаймын өз басым. Сосын бәріміз мұсылманбыз, ондай нәрсе керек емес, ондай нәрселердің көбісін жақсы білем. Олай бір ауырлатпауларыңызды сұраймын. Аллах амандық берсек, мен жолда кетіп баратып, анамның дұғасымен солай. Так что жаман ойламаймыз. Ал ағайындар бізде зат артып жатыр Астанаға қарай. Қазір кешке Астана шығып кетеді. Келе жатыр өзі. В общем, процесс осындай, жұмыс осылай жүреді. Осындай жерде жұмыс істеген мен бұрын. Рокламен ағыры апарып қояды, көріп. Мына іші, тұртетін іші, ұзындығы примерно біраз бар. Айтайын десем, өткендегідей болып қалады. Туған күнім еді ғой менің, жұмысқа сақ қойды ғой олар әкеп. Тоже тойлаймыз ба? Болсын, әкет онда. Ne oldu? Бұларда кеп. Ойбай. Реклама істеп қабадыры. Жұмысқа сауда балдар. Таза, кенет еңбектің балдары ғой, таза міне. Тағзат кеп адыр ғой, неқе. Мен қайтамау, брат. Туғанын тойнамай қойық. Қайттым шеш. Потом Ерхан үнсіз қап кетсің ғой. қою керек. Достар, давай желанияға ойнайсыңдар ма? Әлі көп сөйлеп қойдым. Желанияға ойнайсыз ба, көке? Жоқ. Желанияға ойнамайсыңдар ма? Ақеркенің өзі мыңға жетіп аған ба, қалай жетіп аған? Нұржан, сен мен келсе бермеш, Шерхан, өзің айтшы, желания ойнайсың ба, ойнамайсың ба? Жоқ дедім ғой. Неге? Кеше просто басына жұмыртқа жарылғаннан кейін қорқып қалған ғой көкем. Нұржан жақ жестко атады желание. Көрдім. Көргенде. Достар, желанияға ойна деп жазыңдар анаған. Халықтың сөзін сөйлейді ғой ол бала. Сен тентек болып қалған. Менің орныма шешім қабылдайсың. Любой болған. Давай, Адам өмірінде желанияға ойнайсың, Шерхан. Жоқ, ойнамаймын. Бірге бір шығасың ба, рубиться етесің ба конкретно? Немене майысып отырсың, бля, жаңадан сен керім қылып, бес бидайың үзіліп. 4-ші орында тұр екен ғой, Аузыма келген сөзді құса берем деп ойламаш, брат. Мен әлі қысып бастаған жоқпын. Әшейін бой салған ғой, жай. Қызық басталады. Ойнайсың ба желанияға? Жоқ дедім ғой. Қорқыттысың ба? Конечно, ё-моё, кірерін кіргізіп алды да ұтылып отыр мен. Қоздырам дегенде мен не үшін қоздырасың да? Ой, кетші бар, ойнамасың. Ойнамай ме? 3000 деген очко жараспайды. Неге ба? Достар, болмайды ғой ондай нәрсе. Конкретно ойнаймын, ойнау керек. Мен ұтылып айтсам ойнамаймын деп. Мен айтсам жарасады. Сонда, Шерхан ойна, жеңесің Шерхан ойна деп подарка атамыз деу керек па оған? Давлениені көтеріп адам. Хайлық шыраға сен қойсын деп қояды ғой, қозғысы өліп барады ғой, вообще на то пошло. Шына тип.
дұрыс па мен айтып атқаным? Дұрыс қой. Мысалға да бағандан бері ойнап отты ғой ол құсын, ойнап отырады да бір тұлады, екі. Сендер сұрағансың, қостым ал. Қазір болып жатыр ғой, қостым ал деп алады да. Болды. Ке. И давай желанияға ойнаймыз деп. Мен сорлыға бір крупный подарка атып атқан жоқ. Ой, ешкім. Маған ешкім атып атқан жоқ, оларға атып атқандай. Мен сорлы лайкпен бір розымен жеңіп атырмын ғой. Адам давлениесін көтеріп. Жон. Мына қоздырам деген бәлеше анда жарым болып қалған мына. Оққа таяқшы осындай озабоченныйларды. Желание ойнайық десе. Дұрыс дейді. Canım. Жоқ, мұны бітіп қалмадым. Мен босынатын кезде ішімде жатқанда не болған ғой? Су жұтып қалған ғой көп. Қайда да көсепен қиял болғанды айтам да. Эфирдегі түрлерің өз түрлерің сияқты да, ал прямойда фильтрмен бәрі үшті дейді. Бәлкім. Қайырлы түн, Аллахтың тыныштығын берсін, сәлем видеолерге дейді. Бақытжан, саламатсыз ба, қалайсыз? Сіз мен мамамның бөлесісіз ғой, я? Мамама айтып қоям, я? Сәлем айтып. Ой, на әнелерінің бірі. Оймайды екен. Қалай сапшы есіңізде ма? Конечно, есімдесінде бастарды. Сендерді ұмытып мүмкін емес қой. Олдында. Тағы да ойнап жібереміз ба? Давайте.